Біздің жер шарымызда көптеген қорқынышты аймақтар бар. Ол жерлерде ең батыл адамның өзінде де үрей туындайды. Кейбір аймақтарда адам түсіндіре алмайтын құбылыстарда болып жатады. Сондықтан осындай атышулы, бірақ қорқынышты жерлерге қарапайым туристің баруға батылы бармайды. Тек жүрек жұтқан, бір орында тыныш отыра алмайтын адамдар әлемдегі жан түршіктіре жерлерді зерттегенді ұнатады. Міне бүгінгі видеода осындай қорқынышты, зәре құтыңды қашыратын 10 жермен танысатын боламыз. Сәлем құрметті көрермен, бұл Шакамура арнасы. Сіздермен бірге кино қарақшылары арнасының спикері. Біз Шакамурамен коллаборация жасап жатқан жайымыз бар. Кино қарақшылары каналы әртүрлі қылмыстық, қорқынышты, мотивациялық, триллер жанрындағы америкалық, кореялық, басқа да шетелдік киноларды қысқаша баяндап шолу жасаймыз. Уақытыңызды үнемдеп, сапалы киноларды көруге таптырмас канал. Сондықтан міндетті түрде каналға өтіп, бізге тіркеліп, қызықты киноларды тамашалай отырыңыз. Мен сіздерді арнамда күтемін. Винчестерлер үйі, Сан-Хосе, Америка құрама штаты. Бұл алып ғимарат жайлы аңыздар өте көп. Бір күні көріпкел әйел, қару шығару заводының егесі Оливер Винчестердің қызы Сара Винчестерге елестер саған өміріңнің соңына дейін тыныштық бермейді деп бал ашқан. Сол себепті ол Коннектикутты тастап батысқа барып, сол жерде алып үйдің құрылысын бастау керек болған. Ол үйдің құрылысы қыздың өмірі аяқталғанға дейін тоқтамауы тиіс. Құрылыс 1884 жылы басталып, тек 1938 жылы Сара өлгеннен кейін ғана тоқтатылған. Қазіргі таңда үйге кіретін болсаңыз шыға алмай қалуыңыз әбден мүмкін. Іші құдды лабиринтке ұқсас, ешқайда апармайтын баспалдақтар, қабырғаның ортасында орналасқан есіктер, еденде орналасқан шамдар. Елеске сенбей үйге кіріп шыққан адамдардың өздері бұл жерде таныс емес дыбыс естідім, немесе белгісіз бейне көрдім деген пайымдаулар жасайды екен. Көркем сүйек, Чехия. Өз туыстарының сүйектерін сақтау ерте кезден келе жатқан дәстүрлердің бірі. Бірақ мынау шіркеу сүйекті сақтап қана қоймай, оны өте ерекше мақсатта қолданады. Шіркеу адам сүйектермен безендірілген. Ол үшін 40 000 мәйіт сүйектері қолданылды. Құрылыс заттары қымбаттап кетті, ал сүйектер жерде тегін жатыр деп шешті ме, білмейміз. Бірақ ішіндегі шамдар болсын, орындықтар мен столдар болсын, барлығы сүйектермен, бас сүйектерден құрастырылған. Қазір бұл шіркеу туристер арасында өте танымал. Дракула сарайы, Румыния. Трансильваниядағы бұл ғимараттың шын есімі Бран, бірақ ол Дракула сарайы деген атпен танымал. Сарайдың қожасы граф Влад IV өзінің жұмысшыларын жазалау үшін оларды ағаш найза ұшына қадайтын болған. Сарай жардың шетінде, готикалық стильде соғылған. Бұл жерде тылсым заттар көп кездеседі. Елес дауыстар, бейнелер. Ең басты қорқынышты жері Дракуланың жатын бөлмесі және оның төсек орны. Аңыз бойынша қожайын осы жерде жатып, адам қанын ішеді мыс. Ол осылайша өзінің денесін жас сақтап өмірін ұзартысы келген екен. Сарайы өте жақсы сақталған, қаладағы басы туристік ғимарат болып саналады. Юттердің медициналық тарихи мұражайы, Филадельфия, Америка құрама штаттары. Бұл мұражай 1858 жылы болашақ дәрігерлерді адам анатомиясымен таныстыру үшін ашылған. Оған қоса ол жерде әртүрлі дене ауруларына шалдыққан адамдардың сүйектері де бар. Ескі заман дәрігерлердің құралдары мен ерекше биологиялық іш құрылыстарда осында кездеседі. Бірінші кезекте мұражай өзінің бас сүйектерімен танымал. Бұл жерде тағы бірегей кездесетін адам мәйіттер де бар. Мысалға көрінде жатып сабынға айналған әйел денесі, бір бауырды екеуі қолданатын сиам егіздері және екі басты бала. Осындай сияқты басқа да қорқынышты жан түршігерлік заттар осында көп. Мэри Кинг, Эдинбург, Шотландия. Бұл атау Эдинбург қаласында орналасқан ескі ортағасырлық көшелерге берілген. Бұл жерге келсең құдды орта ғасырға тап болғандай сезімде боласың. 17 ғасырда осы көшелерде оба ауруына шалдыққандарды тастап кететін болған. Аңыз бойынша сол маңда Энни есімді жас қыздың рухы өмір сүреді. Ол қызды ата-анасы осы көшеде 1645 жылы әкеліп ажал аузында қалдырған. Тағы бір дәйек сөздерге сүйенсек, бұл көшелердің барлығы оба ауруы таралмас үшін адамдармен қоса қабырғамен жабылған екен. Өлілердің жерасты қаласы, Париж, Франция. Бұл Париждегі жер өткелдегі қабырғалардың екі жағына да адамдардың бас сүйегі мен сүйектері ұқыпты түрде орналастырылған. Ұлы француз революциясы кезіндегі қабырғалардағы жазулар жақсы сақталған. Бұл жазуларда үкіметті тақтан тайдыру насихатталған. Үңгірдің жалпы ұзындығы 87-ден 300 шақырымға дейін жетеді. Бұл үңгірлер бүкіл қаланың астында орналасқан. Көпшілікке тек аз бөлігінде жүруге рұқсат берілген. 18 ғасырдың соңынан 19 ғасырдың ортасына дейін бұл жерге 6 миллионға жуық адам мәйіттері алып келінген. Бұл катакомбаларды серуенде өте қорқынышты. Айналадағы адам сүйектері, қараңғары тыныш бөлмелер, бөгде адамның бақылап тұрғандай сезім туындататын бұл жерге бару кез келген адамның қолынан келе бермейді.
Припять, Украина. Припять Чернобыль атом электр станциясынан 2 шақырым аймақта орналасқан. 1986 жылдың 27 сәуіріне дейін Припять өте тез дамып келе жатқан керемет қала болатын. Тұрғындардың көп бөлігі АЭС-те жұмыс жасайтын. Чернобыльдағы атом станциясы жарылғаннан кейін қаланың 150 мыңнан астам тұрғыны тез арада эвакуацияланады. Ғимараттар ішіндегі жиһаздармен қоса бос қалады. 30 жылдан бері бұл қала бос тұр. Тұрғын үйлер, ауруханалар, балабақшалар, мектептер, ойын-сауық орталықтары бәрі қалды. Бірақ айналада тірі жан жоқ. Ал енді көзіңізге елестетіңіз. Бір тірі жан жоқ қала. Ай жарық түн. Жалғыз өзіңіз көше бойында келе жатырсыз. Жан түршігерлік, иә? Елестер батпағы, Жаңа Орлеан. Америка құрама штаттары. Манчак батпағы Жаңа Орлеан қаласына жақын аумақта орналасқан. Халық арасында Елестер батпағы деген атқа ие. Кезінде құлдар қожайындарынан осында қашып келетін еді. Бірақ олардың ешқайсысы бұл жерден тірі шыға алмайтын. Батпақты кешкен кез келген адам алып құлтырауындардың азығы болған. Осы өлгендердің әруағы мен құлтырауындарды ескеретін болсақ, Манчакты ең қорқынышты аймақ қатарына жатқыза аламыз. Соған қарамастан түнде де күндіз де бұл жерде туристік экскурсиялар жүргізіледі. Егер Дубай, Таиланд секілді қарапайым жерлерден зеріккен болсаңыз, Манчакқа аттанғаныңыз дұрыс. Өз-өзіне қол жұмсау орманы, Жапония. Әйгілі Фудзи тауының бөктерінде Акигахара деп аталатын орман орналасқан. Орман ішінде тастақты үңгірлер көп. Акигахарада өте тыныш және қорқынышты. Ол жерде ешқандай тіршіліктің дыбысы жоқ. Ерте кезден ақ бұл аймақ елестер мен әруақтың мекені деп есептелген. Тұрғындар асырай алмаған ауру, әлсіз туысқандарын осы жерге алып келіп тастап кететін болған. Олардың арасында үйдегі қарттар мен өз балалары да болуы мүмкін. Қазіргі кезде Акигахара өзін өлтіргісі келетіндердің арасында өте танымал. Соңғы 60 жылдың ішінде орманда 500-ден аса адам мәйіттері табылған. Өзіне қол жұмсайтын адамдардың арасында ең атақты аймақтардың ішінде Акигахара алтын қақпа көпірінен кейін 2-ші орында. Бұл орманда өзін өлтірмеуге шақыратын ескертпелер ілінгені ешкімді таң қалдырмайды. Жапондықтардың наным сенімі бойынша Акигахараға кірген адам қайта шыға алмайды. Сол себепті ол жерге тек құтқару топтары мен батыл туристер ғана барады. Отқа оранған қала, Пенсильвания, Америка құрама штаттары. Центрилия жерасты өрті басталғанға дейін Пенсильваниядағы шағын кеншілер қаласы болған. Қала әкімшілігі 1962 жылы қоқыс қалдықтарын өртемек болады. Бірақ отты игере алмай, ол қаласындағы тасталып кеткен көмір кен орындарына енеді. Осы жерасты өрттің салдарынан қала ішіне түтін тарайды. Оттекті газ иісіне уланған жергілікті тұрғындар бас айналу, жүрек айну, әлсіздік туындағанын айтып шағымданған. Соған қарамастан, тек 12 жылдан кейін, яғни 1984 жылы ғана үкімет жергілікті тұрғындарды жаппай қоныстандыруға кіріседі. Қазіргі таңда қалада тек 7 адам қалған. Центрилияға тек тәжірибесі және жауапкершілігі мол туристер ғана барғаны дұрыс. Айтпақшы, Silent Hill фильміндегі қала сол Центрилия қаласына қарап жасалынған. Сондықтан фильмнің басты фанаты болсаңыз және қалтаңызда артық ақшаңыз болса, осында саяхат жасасаңыз болады. Сонымен құрметті көрермендер, егер сізге осы бейнежазба ұнаған болса, міндетті түрде лүпіл басып, арнаға жазылыңыз және біздің кино қарақшылары арнамызға кіріп, жазылуды да ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино қарақшылары сіздерге ұнады деген үміттемін және Шакамураға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Каналыңыз дами берсін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.